Сәлеметсіздер ме, көрермен? Сіздермен бірге сөз түзер айдары. Өкінішке орай, мейірімділік пен қайырымдылық сынды қасиеттер барлық адамға тән емес. Осы сөйлемдегі өкінішке орай тіркесі қазақ тілінің қолданысында жиі кездеседі және болған оқиғаның өкінішті екенін білдіреді. Орай сөзінің бірнеше мағынасына тоқталайық. Біріншіден, бір істің, әрекеттің реті, жөні. Екіншіден, белгілі бір жағдайға сай, соған лайық, сол бағытпен деген мағыналық сипаты бар сөз. Яғни, орай септеулігі өкінішке емес, қуанышқа, сәті түсіп, орайы келген жағдайға, оңды шаруаға, жақсы басталған немесе нәтижелі біткен іске қатысты қолданылады. Сол себепті қуанышты, орайлы іске қатысты қуанышқа орай, ал өкіндіретін іске байланысты өкінішке қарай деп қолданған дұрыс. Онда дұрысы өкінішке қарай, мейірімділік пен қайырымдылық сынды қасиеттер барлық адамға тән емес. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.